достар, қалайсыздар? Мен 4 күнге келдім. Сіздерге қазір влог ретінде видео түсіремін. Мен дәл қазір перманентный макияж дейді. Жаңағыдай қас сызады ғой. Сондай жасатуға келдім. Қорқып бірінші рет келдім. Дәл қазір Түркіде Жетісайдамын. Жетісайда қазір жасатамыз. Мынау уже форманы сызып, андай не дейді, жансыздандырады дейді ғой. Сондайды жаңағыдай жақып қойды. Енді шамамен бір 5-10 минуттан кейін форманы сызады. Мен бала емізулімін. Жалпы бала емізулі болсаңыздар 3 айдан кейін жасатуға болады екен. Ал аяқ ауыр болса, негізі форманы ұстамауы мүмкін екен. Бірақ маған босанғаным уже 10 ай болды, маған болады. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер қызық болса және сіздер жасатамын, ойланамын десеңіздер, онда видео сіздерге. Қай салон? Жетісай қаласында студия SG деген салон бар. Каспий банктың жанында. Адресін описание қалдырамын, если что. Сол жаққа жасаңыздар болады. Мына официально бөлмелері тап-таза, чистота. Қыздар, процедура басталды. Ең алдымен мастер менің қасымды өшірді. Яғни мен салонға келместен бұрын қасымды бояп келген болатынмын. Жақсылап сүртіп болғаннан соң маған мастер қасыма бір крем жақты. Ол крем жалпы ауыртпауға көмектеседі екен, бірақ атауын білмей тұрмын. Келесі кезекте қасымды тере бастады, яғни артық болып тұрғандарды теріп, форманы кішкене келтірді. Қыздар, жалпы негізі мен қас тергізе бермеймін. Жылына ары кетсе 1-2 рет қана қас тергізеді екенмін. Негізі менің қасым өте жұқа, сол себепті мен қас тергізбейтінмін. Қас тергізген кезде негізі ауырады ғой, маған сонысы ұнамайтын. Қыздар, негізі бұл ешқандай да жарнама емес. Мен сіздерге перманентный макияж бровей жасат деп айтпаймын. Әр адамның өзінің таңдауы, яғни әр адам өзі біліп жасатқысы келсе жасатады. Жалпы мен негізі қорқып келген болатынмын, себебі мен үшін бұл процедура өте қорқынышты, ауыратын болып көрінетін. Дәл қазір қастың формасын келтіріп бояп жатыр. Дәл осы жері негізі кішкене ауыртады, бірақ қатты ауыртпайды, но шыдауға болады. Қасыңызды пинцетпен тересіз ғой, тура сол сияқты ауырады негізі. Бұл процедура шамамен 1 сағаттай уақытты алады екен, бірақ ол мастердің, яғни тәжірибесіне қарай, егер де сіздің таңдаған мастеріңіз жақсы, ұзақ уақыттан бері істейтін болса, онда 1 сағаттың ішінде аяқтап беруі мүмкін. Ал енді жаңадан бастап жатқан болса, онда 1,5 сағатқа дейін созылуы да мүмкін. Жетісай қаласында дәл осындай перманентный макияж бровейді жасату шамамен 10 000 теңгеден басталады екен. Қасыңызға перманентный макияж бровей жасатқаннан кейін шамамен 3 апта немесе 1 айдың ішінде коррекция жасату керек екен. Коррекция ол алмай қалған жерлерді толығымен алуына көмектеседі екен. Жалпы Жетісай қаласында коррекция жасату шамамен 5 000 теңгеден басталады. Егер де сіз дәл осы алдыңғы жасатқан мастерге баратын болсаңыз, 5 000 теңгедей болады екен. Мен барған салон, қыздар, Жетісай қаласындағы студия SG деп аталатын салонға бардым. Дәл осы салонның негізгі точкалары бар екен. Нұр-Сұлтан қаласында бар екен, Алматы және Шымкент, Жетісай қалаларында бар екен. Жетісай қаласындағы мен барған мастердің есімі Гүлбақыт. Дәл осы кісіге менің сіңілім жасатқан еді. Сол сіңілімнің айтуымен негізі барған едім. Бұл ешқандай да жарнама емес, қыздар, сіздерге жаңағыдай күнделікті влог ретінде видео қылып түсіргенім ғой бұл. Қасыңыздың формасы алғанша мастер дәл осы ручканың көмегімен сіздің қасыңыздың формасын сызып алады. Негізі дәл осылай сызып алса, сізге ұнай ма, ұнамай ма, сол жағын мастер екеуіңіз ақылдасасыздар. Перманентный макияж бровей жасатудың бір плюсы, қыздар, қасыңызды боямайсыз, яғни қасыңызды бояуға уақыт арнамайсыз. Негізі дәл осы студия SG деген салонды қалай білдім? Мен Инстаграм арқылы білдім. Инстаграмдағы бұрынғы жұмыстарына қарадым мастердің. Мұнда 2 мастер бар екен, Гүлбақыт және Балнұр есімді 2 мастер бар екен. Бірақ мен Гүлбақыт деген мастерге бардым, жаңа айтқандай. Қыздар, негізі мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Нұр-Сұлтан қаласындағы көптеген мен салондарға сенбеймін.
Ал Жетісай қаласындағы салондарға сенемін. Адамдардан сұрайсың, мен қас жасатайын деп едім, қандай мастерге барайын, немесе макияж жасатайын деп едім, қай мастерге барайын деп сұрасаң, адамдардың өздері айтып береді. Мына мастер жақсы істейді, ана мастер жаман істейді дейді. Көптеген адамдардан сұрайсың, қайсы адамды көп айтады, соған смело бара бересің. Қастың формасын ручканың көмегімен сызғаннан кейін енді қастың ішін бояй бастайды. Дәл осы моменті кішкене ауыртады сіздерге. Егер де ауырып жатыр деп айтсаңыз, мастер тоқтап тұрып жасайды екен. Перманентный макияж бровей жасатқаннан кейін әр адамның кожасы әртүрлі болғандықтан оны ұстауы да әртүрлі болады екен. Егер де сіздің кожаңыз майлы кожа болатын болса, яғни майлы теріге кіретін болса, онда ұстауы қиынырақ екен. Ал егер де сіздің теріңіз құрғақ тері болатын болса, онда мына дәл осы процедурадан сіздің теріңіз ұстап қалады екен, яғни ұзақ уақыт жүреді екенсіз. Менің сіңілімнің негізгі бет терісі ол құрғақ теріге кіреді. Сол себепті коррекциясыз-ақ оның қасы жақсы ұстады. Ал менің терім комбинированный дейді ғой, сондай кожа, бірақ қанша уақыт ұстайтынын нақты мен де білмейді екенмін. Процедура ұзақтығы шамамен 1 сағат болғандықтан мастер Гүлбақыт ханыммен жақсылап әңгіме-дүкен құрдық. Дәл осы процедура аяқталғаннан кейін негізгі күтім бар екен, қыздар. Ол күтім хлоргексидин бар ғой, соны қасыңызға жағады екенсіз, яғни бинттің көмегімен немесе мақтаның көмегімен қасыңызға жағып, артынша тетрациклин мазьды жағып қойсаңыз, тез жазылып кетеді екен. Процедура аяқталғаннан кейін ертесіне негізі қас қабыршақтанады екен, яғни қабыршақтанады, кішкене қышиды, ашиды. Сол кезде қасқа тимеу керек екен, сол кезде тез өзі түсіп қалады екен. Қабыршақтардың өзі түсіп қалуына біз жағдай жасауымыз қажет, қолымызбен алмаймыз. Хлоргексидин және тетрациклин мазьды күніне 3 рет, яғни 3 мезгіл жағуымыз қажет екен. Тетрациклин мазь болғанда, қыздар, көзге арналған түрі бар ғой, глазной түрі, соны алдым негізі. Мастердің айту бойынша, бала емізетін ана болсаңыз, бала 3 айдан асқаннан кейін дәл осы процедураны жасата беруге болады екен. Ал егер де сіз жүкті ана, яғни аяғыңыз ауыр болатын болса, онда жаңағыдай ұстауы екіталай бір жағынан мастерлер көп жағдайда ондай аяқ ауыр келіншектерге жасай береді. Менің сіңілім аяқ ауыр кезінде жасатқан, бірақ аяқ ауыр екенін білмеген, бірақ оныкін жақсы ұстады. Біздің процедура шамамен кішкене аяқталып қалды. Қыздар, негізі мен қасымды дұрыс әдемі бояй алмаймын. Бір кезде әдемі шығады, бір кезде онша емес шығады. Қонаққа баратын болсам, немесе тойға баратын болсам, асыққан кезде қасым дұрыс шықпай қалады. Сол кезде қасымды әдемі бояй алмай қаламын. Теневой растушевка жасату арқылы ең алдымен сіз уақытыңызды үнемдейсіз және косметикаға ақшаңызды да үнемдейсіз. Перманентный макияж сізге шамамен 1 жылға дейін тұрады. Қас бояйтын кезде түсін өзіңіз таңдайсыз. Негізі шашыңыздың түсі қандай, сондай түске бояған дұрыс дейді. Мен таңдаған түс жалпы негізі шашымның түсімен бірдей болып тұр. Қатты қара емес, қатты ашық қоңыр емес. Ал енді, қыздар, сіздермен нәтижені бөлісейін. Жалпы маған ұнады. Өзім дәл осылай негізі бояй алмаймын. Енді күнделікті дәл осындай форма қас менде бар. Енді мүмкіндік тауып, шамамен 21 күннен кейін Шардарадан Жетісайға келуге тура келіп тұр. Ал қыздар, перманентный татуаж дейді, макияж дейді, бітті. Результат, нәтижесі осындай болды. Қалай, маған өзіме ұнады, сіздерге қалай ұнады ма? Қорқып келеді, ондай қатты ауыртпайды, бірақ кішкене шыдауға болатындай ауыртады екен. Айтпақшы, арнаға тіркелмей болсаңыздар, тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау шаңды басуды ұмытпаңыздар.